Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес Шымкент қаласы аумағында автомобиль көлігінің жолаушыларды және жүктерді тасымалдауды жүзеге асырады. Жүргізушілердің арасында техникалық ақауы бар немесе қайта жабдықталған жолаушылардың көлігін пайдалану фактілерін анықтауға, сондай-ақ заңсыз жолаушыларды тасымалдаудың жолын кесу мақсатында 2022 жылдың 21 ақпаны мен 2 наурыз аралығында Шымкент қалалық полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің басқармасы, патрульдік полиция полкының қызметкерлері, басқа да мемлекеттік мүдделер органдармен біргелесіп, жергілікті атқарушы органдар, көлікті бақылау инспекциясы, мемлекеттік кірістер, Қазавтожол және тағы басқа да автобус жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілді. Автобус жедел іс-шарасын жүргізу барысында патрульдік полиция полкының қызметкерлері мен қоғамдық көлік жүргізушілері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалары толтырылды. Бұл бағыттағы жұмыс полк басшылығымен қатар бақылауға алынған.